Қайырлы күн, құрметті достар. Сіздерге бір керемет жаңалықпен бөлісейін. Бізде домбыра үйрену, міне сандық ноталар жинағы деген бізде кітап, жинақ кітабымыз бар. Бұл кітапта 50 ән күйдің сандық нотасы бар. Яғни, міне мазмұнын мен сіздерге қазір мына жерге қойып кетейін. Міне мазмұнында бізде осы ән күйлерді осы кітаптың ішінен таба аласыздар. Барлығы бір жинақта осы кітаптың ішінде. Енді осы бізде видеолардың астында титрлар осы кітаптың ішінен алынған. Көпшілігіңіз сұрап жатыр екенсіздер, сол үшін осы мәліметті осы жерге қосып кетейін деп шештім. Егер де осы кітапты алғыларыңыз келсе, заказ бергілеріңіз келсе, осы астындағы номерге, WhatsApp номерге жазсаңыздар, сіздерге міндетті түрде жауап беретін болады. Қайырлы күн, құрметті достар. Біз бүгінгі сабағымызда Ерке Сылқым күйінің жалғасы екінші бөлімін үйренетін боламыз. Біз алдыңғы сабақтарымызда Ерке Сылқым күйінің бірінші бөлімін үйрендік. Оны астындағы сілтемеден көре аласыздар. Және де Ерке Сылқым күйінің толықтай нұсқасын тыңдау үшін астындағы сілтемеден өтіп тыңдай аласыздар. Ендеше біз алдыңғы сабағымызда, алдыңғы бөлімімізде, яғни бірінші бөлімде 10-шы қатарға келіп біткен болатынбыз. Ол 5-те 0-мен. Деп біттік. Енді біз Ерке Сылқым күйінің бірінші сағасына түсеміз, ол бізде екінші бөлім. Бұл да бізде 10-шы қатарымыздың жалғасы болып табылады. Кеттік. Ең бірінші біз 0-де 0, яғни ашық қағыспен төмен қағыс қағамыз, және 12-де 12. Астың шекте. Екінші болсақ, үстінде бас бармақ. Төмен, жоғар. Яғни 0. Және 3 қағыс төмен, жоғар. Келесі, үстің шекте 12 тұрады, ал астың шекте 11-ге ауысамыз бірінші саусақпен, төмен, 12 төмен, 14 төртінші саусақпен жоғары, және қайтадан 11-де 12 жоғары. Және де 12-де 12-ні ұстап, 3 қағыс қағамыз. Қосамыз. 11-ші қатарға өттік біз. Келесі бізде 11 төмен, 12 төмен, 14 жоғары, және 12, 15. 12 үстінде, астында 15-ге ауысамыз жоғары. Тартамыз. Яғни 11, 12, 14, 15. Осы жерде тұр. 4 қағыс қағамыз, бірінші төмен, жоғары. Келесі алма кезек 5 қағыс қағамыз. Жоғары. Алма кезек жоғары. 5 қағыс. Келесі осы қағысты 2 рет ойнаймыз. Яғни біз осы жерде тағы да 2 рет ойнауымыз керек, сонда 15 қағыс ойнауымыз керек. 3 тақыт болады. Үшінші тақыт бізде ол 12-ші қатарға өтеді. 2, және 12-ші қатарда 3-шісі. Келесі бізде 12-де 14 келеміз. Тағы да алма кезек жоғары 5 қағыс. Және келесі 5 қағысымыздың соңғысында 12-ге ауысамыз. Жоғары 1 қағыс, 12-де 12. Одан кейін 14 төмен, 15 төмен. Bir қағыстан 14 қайтадан жоғары, 15 жоғары. Пам. Одан кейін келесі 14 төмен, және 15 төмен, 14 жоғары, 12-де 12 жоғары. Келесі 11-де 12 төмен, 12 төмен, 14 жоғары, 11 жоғары, және 12-де 12 3 қағыс ойнаймыз, және 5 қағыс ойнаймыз, және тағы да 3 қағыс. Осымен біздің 13-ші қатарымыз бітеді. Енді осы жерге дейін қосып алайық. Келесі біз 0-де 0 ашық төмен, 10 үстің шекте бас бармақтан аламыз, төмен, жоғары. Және тағы да 3 қағыс. Төмен, жоғары. Келесі 10 төмен, 12 үстің шекте 4-ші саусақпен аламыз, төмен. Және 8-де 10 жоғары. Және осы 8-де төмен, 12 қайтадан төмен, және 8-де 10 жоғары. Осыны 3 рет тартамыз. 8, 12, 8. Дәл осылай енді 8-де
7'de osunu qaytalaymiz. 8, 10, üstün küçükte 4. sözcükten tömen, және 7'de 8 жоғары. 7, 10, 7, 7, 10. 10'ды басқан кезде астында ашық болады. 7, 7, тағы да. 7, 10, 7, 7. Үш рет тартамыз. Келесі 7, 8, 3. саусақпен төмен, 5, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 8, 5, 5, 5, 8, 5, 5. Келесі üstün küçükte 5'ke ауысамыз. Бас бармақпен 5, 7, 3, 3, 3, 7, 3, 3, 3, 7, 3, 3, 7, 3, 3. Осы жерін қосып көрейік. Келесі 2'den 0'ды ұстаймыз, төмен. Бұл бізде 17-ші қатарымызға келдік. Енді 17-ші қатардың ортаны тақыт. 17-ші қатардың 4-ші тақытыне. Төмен, ашық 0, төмен, 2 жоғары, және 3'те 3 ұстаймыз. Жоғары, келесі 5, 7'де 5 төмен, 3'те 5 жоғары. 7'де 5 алма кезек 3 рет, және 3'те 5 жоғары. Келесі 2, 0, 2, 3 қайтадан. Енді келесі 5'те 5 3 қағыз алма кезек. Сосын 3'те 5 жоғары, 5'те 5 жоғары. Келесі 7'те 7'ге түсеміз. Алма кезек 3 қағыз. 5'те 7 жоғары, 7'те 7 жоғары, 8'де 8'ге ауысамыз. Сосын 7'те 7 жоғары, 5'те 7 жоғары. Келесі 7'те 7 қайтадан. Одан кейін 5'те 7 жоғары, және 3'те 5'ке ауысамыз. Жоғары. Келесі 5'те 5 алма кезек. 3'те 5 жоғары. Келесі 2, 0, 2 жоғары. 3'те 3 қайтадан жоғары. 5 төмен, және 5'те 7 төмен. 3'те 5 жоғары. Келесі 7'те 5 алма кезек. Және 3'те 5 жоғары. Келесі 2, 0, төмен, 2 жоғары. 3, келесі 5'те 5 3 қағыз алма кезек. Және 3'те 5 жоғары. Келесі 2 төмен, астың шекте 3 төмен, 2'де 0 жоғары. Және жібереміз да үстің шектегі 5'ті басамыз. 3 қағыз, одан кейін алма кезек 5 қағыз, және қайтадан 3 қағыз. 5'ті ұстаймыз да, төмен жоғары 5, 3 қағыз қағамыз. Келесі алма кезек 3 қағыз, және жоғары 5 қағыз. Жоғары, және тағы да 3 қағыз, төмен жоғары. Енді осы жергеден қосып көрейік. Енді келесі бізде 10-20-ші қатарға келдік. 20-ші қатар ол бізде бірінші бөлімдегі 6-7-ші қатарларға соны қайталаймыз. Ол бізде 7'те 8 төмен, 8, 10. Екінші бөліміміз ерке сылқымның аяқталатын болады. 20-ші қатардан бастап 20, 21, 22, 23-ші қатарларымыз біздің бірінші бөлімдегі 6-ші, 7-ші қатардан бастап қайталанады. Соның соңына дейін бірінші бөлімнің. Содан қарап үйренсеңіздер болады, немесе еске түсірсеңіздер болады.